Әр қоғамның білім беру саласының алдына қояр мақсаттары мен одан туындайтын міндеттері ешқашан ұқсаған емес. Ұстаздар қауымы алдында мемлекетіміз жай білім беру ғана емес, сонымен қатар өркениет көшінің сүбел тұсынан орын алып, жол бастауға қабілетті әрі ұлттық рухта сусындаған білімді, дарынды азаматтар тәрбиелеп шығару міндетін қойып отыр. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқу деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс деп Қазақстан Республикасы Президенті Қазақстан халқына жолдауында атап көрсетіп отырғандай, білім беру мазмұнының жаңару жағдайында мұғалімнің кәсіби шеберлігін дамыту, біліктілігін арттыру арқылы жоғары сапа мен бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізе отырып, кәсіби дамуын қамтамасыз ету мәселелері біліктілік арттыру саласындағы басым бағыт болып отыр. Мұғалімнің кәсіби даму шеберлігі мұғалімнің алған дипломына сай тынбай еңбектену арқылы келетін жетістік. Бұл жетістік Нефедованың пікірінше, жас қызметкердің аяқтануы мен кәсіби дамуы маманның кәсіби және тұлға ретіндегі даму үрдісі нәтижесінде болуы мүмкін. Ломакина дипломнан кейінгі білім алу үрдісін сипаттай келе, оның маманның көзқарасының нақтылана бастауы мен жан-жақты тұлғаның қалыптасу ретіндегі үздіксіз білім алу үрдісі ретінде көріп көрсетеді. Қазіргі кездегі зерттеу нәтижесін пайдалана отырып, жас маманның кәсіби дамуы, оның білім деңгейінің жоғарылауы, дайындықтың жетілуі, педагог санат деңгейінің жоғарылауы тәрізді сапалы өзгерістермен дәйектеліп отыратындығын көреміз. Бұл 5 жылда бір рет мұғалімнің міндетті өтуі тиісті білім жетілдіру курстары мен аттестация арқылы қарапайым жете қоятын меже емес. Аталған мәселелерден басқа, мұғалім үздіксіз білім алу нәтижесінде өз бетімен теориялық білімін жетілдіре отырып, әріптестерінің жұмыс нәтижесін мүмкіндігінше зерделей келе, өзінің күнделікті еңбек нәтижесін талдауға үйренсе, сол нәтижелер негізінде жасалған арнайы жоспар бойынша еңбектене бастаса, байқала бастайтын жеке жетістіктерін көре біліп, соған жету жолын сипаттауға тура келетін ұзақ мерзімді ауыр жұмыс. Бұл бағытта жүйелі өтетін ашық сабақтар, түрлі сайыстар, байқаулар, конкурстар, сыныптан тыс жұмыстар, пәндік олимпиада, ғылыми жоба, семинарлар және ғылыми тәжірибелік конференция қатысу жұмыстары да кіреді. Қазіргі жас мамандардың белгілі бөлігінің кәсіби қалыптасуына кедергі келтіріп отырған қиыншылықтардың туындау себептері неде? Көптеген мұғалімдермен әңгімелесу, жұмыс барысындағы жетістіктері мен қиыншылықтарын талдау барысында байқалатын ең басты кемшілік бұл мұғалімдердің жыл сайынғы заманауи өзгерістермен бірге түрленіп отырған оқушы психологиясындағы айырмашылықты көре білу мен соған қатысты қызмет саласындағы бетбұрыстарды уақытында енгізіп отырудан сәл болса да кеш қалуы, немесе осы басымдықтарға толық мән бермеу тәрізді. Бұл жерде көптеген мұғалімдердің басты қателігі тек қана өз пәніне оқушыларды қызықтыруды, жеке пәні бойынша әріптестері арасында жоғары көрсеткішке жетуді ғана ойлап, жоғарыда аталған педагогикалық, психологиялық ерекшеліктерге толық мән бермеу нәтижесі екендігін көрсету. Мектептегі білім сапасы мұғалімнің кәсібилігі мен мұғалімдер қызметінің сапасына тікелей байланысты. Мұғалім жайлы Ахмет Байтұрсынов былай деген: мұғалім қандай болса, мектепте сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогикадан, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Демек, мектептен балалардың көбірек білім алып шығуы, немесе білім сапасын көтеру арқылы нәтижелікті арттырудың басты тетігі бұл кәсіби ұстаз. Ұстаздың білім мазмұнының жаңару жағдайында педагогикалық, психологиялық, дидактикалық, әдістемелік жаңалықтарды өз тәжірибесіне ендіре отырып, кәсіби дамуын, оның теориялық білімі мен кәсіби шеберлігінің педагогикалық, психологиялық дайындығы мен шығармашылық қызметке бейімділік деңгейінің заманауи талаптарға сай өзгеруіне, жетіліп отыруына, біліктілік арттыру нәтижесіне қол жеткізу болып табылады. Алдарыңызда слайдта көрсетіліп отырғандай, бұл жерде кәсібилікке жету үшін пайдаланылатын ең басты көрсеткіштер көрсетілген. Қазіргі мемлекетіміздің білім беру саласындағы алдына қойып отырған басты мақсаты заман талабына сай кәсіби мұғалімді қалыптастыра отырып, білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру.
Бұл бағытта қазіргі гиперактивті балалардың энергиясын керекті бағытқа икемдеу, сол энергияны тұрақты берік білім негізін қалыптастыруға бейімдеу. Білім алу барысында меңгерген теориялық материалды өмірдің өзгермелі ситуацияларына қолдануға дайын жас ұрпақты дайындау еліміз бойынша осы жылдан бастап енгізіле бастайтын 12 жылдық оқу бағдарламасына көшудегі жаңартылған білім мазмұнына көшу білім саласының басты мақсаты болып табылады. Жаңартылған білім мазмұнына көшудегі мұғалім кәсібилігінің негізгі мақсаты жаңартылған бағдарлама бойынша жұмыстану барысында мектеп оқушыларының бұрынғы дәстүрлі жүйедегі білімді тек қана қабылдап, сол білімін теориялық көрсете білуден оны практикаға пайдалану дағдысына көшіру. Бұл жерде мұғалім мен оқушының тек танымдық мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен бірге эмоционалдық, психомоторлық қабілеттерінде іске қосылып, оқушыдағы проблеманы шеше білу, ақпаратты талдай білу, коммуникативтік, әлеуметтік, құзырлық негізінің пайда болып, тұрақты қажеттілікке айналуын қадағалау талап етіледі. Бұл оқушы тарапынан материалдың игерілу деңгейіне де, оны өз қажеттіліктеріне қатысты пайдалану деңгейінің де арта түсуіне әсер ететіндігі байқалды. Қазіргі кезде өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы мен оның филиалдары тарапынан жүргізіліп отырған жұмыс толықтай осы міндеттерді шешуге бағытталған. Сондықтан маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, қазіргі білім беру мазмұнының жаңару жағдайындағы мұғалімнің кәсіптік мәдениетін көтеру, кәсіби деңгейде жұмыс жасауға баулу, білім беру ұйымдары мен біліктілік арттыру институттарындағы басты міндет болып табылады. Жас ұрпақты жан-жақты терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары түрде қалыптастырудың бірден бір жолы оқушыға білімді терең игертудің тиімді әдіс-тәсілдерін іздестіру, шығармашылыққа жетелей білу. Бұл жұмысты атқаруда мұғалімнің терең біліктілігі қажет. Біліктілік бұл білімдегі, тәжірибедегі берілген білімді меңгертудегі бейімділік, құндылықты бейнелейтін жалпы қабілеттілік. Бұған мұғалім бойындағы келесі қасиеттерді қосуға болады. Бұл білім беру үрдісіндегі жауапкершілікті сезіне білуі, оқушы жұмысын проблеманы шеше білуге бейімдей білу қабілеті, білім беру технологияларын пайдаланудан бұрын толық түсіну, меңгеру, қолдануда жоғары шеберлік таныта алуы, өз жұмысының қоғамдық маңызын түсінуі, өз саласында үнемі ізденісте бола білуі. Бұл қабілеттілікке жетудегі мұғалім үшін ең басты таптырмас жолдың бірі. Өз өткен сабақтарын өткен күні ақталдай отырып, сабақтағы сәтті шыққан кезеңдер мен нәтижелігі төмен болған сабақ бөліктерінің себептерін табу қажеттілігі. Адам санасындағы сабақ жүру барысы туралы ақпарат көмескіленбей тұрғандағы талдаудың басты ерекшелігі оң теріс нәтиженің барлығының санадан өтіп, мынау жаман, мынау жақсы деген толық бағаға ие болмай тұрғандағы алғашқы нәтижені жасып үлгеру мүмкіндігінің болуында. Кәсібилікке жетудегі мұғалім бойынан табылуға тиісті келесі қабілеттің бірі оқып үйрену қасиеті. Бұл қабілеттің басты қажеттілігі кез келген материалды оқи отырып, мұғалімнің талдау нәтижесінде өз теориялық багажын толықтыра білу, немесе оны өзгерте алу мүмкіндігіне жете білуі. Тек осындай жағдайда ғана мұғалім оқушы алдында берілген дайын ақпаратты материалды ұсынушы емес, керісінше оқушыға ой салушы, бағыт беруші рөліне ене алады. Оқып үйренудің негізгі қағидаларын төмендегі түрде құрастыруға болатын тәрізді. Бұл мұғалімнің өзін өзі дамыту, үздіксіз білім алу және оны жаңартып отыру қабілеті. Барлық жинақталған ақпаратты жүйелеу, материалдар арасындағы сабақтастықты таба білу қабілеті. Дүниежүзілік білім беру тәжірибесіндегі кең тараған педагогикалық тәжірибелердің өз тәжірибесіне қажетті тұстарын таңдай білуі мен сол элементтерді өз тәжірибесіне енгізе білу қабілеті. Үздіксіз білім алу нәтижесіндегі алынған ақпаратты талдап, жүйелеп пайдалану мүмкіндіктерінің ең тиімді тұстарын таба білу қабілеттері түрінде алуға болады. Кәсібилікке, табыстылық пен нәтижелікке ұмтылған пән мұғалімдері үшін кез келген ақпарат немесе материалды іздестіру және өз қажетіне сай бейімдеу білу қабілеттері де басты рөл атқарады. Барлық бұқаралық ақпарат құралдары ең жаңа ақпаратты басылымға дайындау барысында материалдың жинақылығы мен ұшқырлығын арттыру үшін кестелерді, графиктер мен диаграммалар жиі қолданылады. Ал мұғалімге осы күйдегі берілген ақпаратты өз қажетіне қарай пайдаланудың тиімді жолдарын табу керек. Қазіргі заман мектептеріндегі мұғалімнен талап етілетін басты қабілеттің бірі кез келген ортада тіл табыса білуі мен ынтымақтастық жағдайда жұмыс жасай білуі. Бұл бағытта мұғалімнен талап етілетін негізгі ерекшелік
оқушы психологиясындағы заманауи өзгерістерді меңгеру деңгейі мен сол психологиялық білімді практикада тиімді қолдана білу қабілеті. Бұл барлық мұғалім тәжірибесіндегі барлық жетістіктердің де, барлық кемшіліктердің де осы қабілет негізінде, қабілет меңгеру негізінде болатындығы практикада байқалып отыр. Жаңа заманның кәсіби мұғалімнің қалыптасуында қызметкердің өз міндеттері мен жауапкершілігін сезіне білу мүмкіндігінің де рөлі зор. Мұғалімнің қоғам алдында, мемлекет алдында, ата-аналар мен қарапайым оқушы алдында өз міндетін біліп, сол міндетті мүлтіксіз орындауға деген тек қана қоршаған орта алдындағы сыртқы бейнесімен ғана емес, пәк күйдегі ішкі сезім болуы арқылы қазіргі заман қарапайым мұғалім мен патриот, яғни шығармашыл кәсіби мұғалім арасындағы басты айырмашылықты көруімізге болады. Осының нәтижесі мұғалімнің өз жұмысын ұйымдастыра білу мүмкіндігі, өткен мен жаңаның байланысы арқылы тиімді тәсілдердің өміршеңдігін көрсете білуі болып табылады. Бұл қабілеттік түрлерінің іргетасының мұғалім бойында қалана бастауы, мұғалім бойында кәсіби құзыреттіліктің де пайда бола бастағандығының белгісі. Митинаның пікірінше, кәсіби құзыреттілік бұл білім, біліктілік, дағды мен оның тұлға қызметіндегі қарым-қатынасы мен дамуы, яғни өзіндік дамуындағы барысындағы аталған мүмкіндіктерді пайдаға асыру тәсілдері мен әдістерін тыңғылықты меңгеру болып табылады. Немесе басқаша айтатын болсақ, кәсіби құзыреттілік бұл мұғалімнің қызметтік міндеттерін атқару барысында коммуникативтік, проблеманы шеше білу, ақпараттық және технологиялық білім мен біліктілігін оқушы бойында болжамды нәтижені қалыптастыру жолдарын таңдай білуде тиімді пайдалана білу болып табылады. Осы айтылған ойымызды пайдалана отырып, құзыретті мұғалім қалыптасуында келесі құрауыштарды бөліп көрсетуге болатын тәрізді. Бұл бірінші, мұғалімнің өз еңбегінің мемлекеттік деңгейдегі білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде қажеттілігін түсінуі. Екінші, кәсіби қажетті педагогикалық және психологиялық білімі. Үшінші, кәсіби қажетті педагогикалық біліктілігі. Төртінші, кәсіби мамандығына қажетті мұғалімнің негізгі психологиялық ұстанымдары, мұғалімдік көзқарасы. Келесі, оқушы білімі мен нәтижесі, оның мінез құлық өзгерістерінің себеп-салдарлық себебін анықтау мүмкіндігі. Келесі, кәсіби білім мен біліктілігінің қалыптасуын қамтамасыз етуші мұғалімнің жеке тұлғалық ерекшеліктері және өз мерзімінде педагогикалық, психологиялық және әдістемелік басым бағыттарды меңгертуге арналған біліктілік арттыру курстарынан өтуі болып табылады. Міне осы бағыттағы құзырлық құрастырушыларының мұғалім бойындағы қалыптасуы мұғалімнің шығармашылыққа бет бұрғандығының басты көрсеткіші бола алады. Алғашында оқушы алдындағы сенімге ие болу мен танылу, жаңашылдық пен шығармашылыққа ұмтылу, өзіндік жетілу мен өзіндік даму, баламен жұмыс жасау барысында қиыншылықтарды оңтайлы шешу, балада білімге деген талпынысты қалыптастыру, өзін ісінің шебер ретінде таныту мен адал қызмет жасау түрінде байқала бастаған қызмет түрткілері құзырлылықтың, кәсібиліктің негізіне айналады. Кәсіби құзырлылық деңгейіне жеткен маман шығармашылық жұмыс нәтижесінде өзіндік тәжірибесінің ерекшеліктерін көруге, өз тәжірибесінің мақсатқа жетудегі артықшылықтарын, оған жетудің тиімді жолдарын және болжамды нәтижесін сипаттап, ұзақ уақыт тиімді де жоғары нәтижені ұстап тұру мүмкіндігіне ие болады. Рахмет.